бір тойым болатыны сөзсіз менің. Дәл қай күні екенін айта алмаймын. Бірақ ешкімді де билетпей қайтармаймын. Онда ортаға тасталар ұран сондай. Қайталмайды қартың да бір ән салмай. 25-тің бәрінде сабылдыртам. Кемпірлерге қыз күнін сағындыртам. Төлеген Айбергенов, қазақтың белгілі ақыны. Оның шығармашылығында туған жер мен елге деген сүйіспеншілік ерекше көрініс тапқан. Қазақ әдебиетіне өзіндік жаңа ырғақ пен терең мазмұн әкелген ақынның поэтикалық жыр кітаптары арасында «Бір тойым бар» өлеңіне жазылған ән халық арасында кеңінен танымал. Төлеген Айбергенов «Бір тойым бар» бұл лирикалық туындыда ақынның болашақта болары сөзсіз той мен қуанышты армандайды. Өлеңнің алғашқы жолында ақын «Бір тойым болатыны сөзсіз менің» деп сенім білдіреді. Ал сөз соңында «Мен сөйтіп рахаттанып бір күлемін» деп арманындағы бақыттың жақын екенін сездіреді. Өлеңде той жай ғана мереке ғана емес, адамдар арасындағы бірлік пен татулықтың символы ретінде суреттеледі. Мұндай көтеріңкі көңіл күйді ұсынатын поэма тыңдаушының жүрегіне үміт пен сенім ұялатады.